Assalamu алейкум. Бүгінгі видеода дәл осы оверлокқа арналған лапканы көрсететін боламын. Егер сіз тігінді жаңадан бастап жүрген болсаңыз, оверлогыңыз болмаса, осы лапканың көмегімен бұйымдардың шетін осылай әдемі етіп тігуге болады. Бастапқыда жаман емес, өте әдемі. Ешбір мына жақтарында шашақтанып тұрған маталары көрінбейді. Осындай тігісті қазір машинкада жасап көрейік. Алдымен лапкамызды орнатамыз. Енді мына жібімізді артқа қарай осы жерінен өткізіп аламыз. Содан кейін зигзаг тігіске қоямыз. Мына жағын екіге қоямыз. Мына матаны киім деп алайық. Киімнің шетінен біздерге обработка жасау керек. Ол үшін матамызды осылай киімімізді қоямыз. Содан кейін жайлап бірінші қолмен бір-екі тігіс жүргізіп аламыз. Содан кейін уже тіге беруге болады. Мінекей қыздар, осындай өте әдемі тігіс шықты. Егер сіз киімдеріңіздің ішін оверлоксыз қалай өңдеуді білмей жүрсеңіз, онда осы лапканы алып, міндетті түрде тігіп көріңіз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видео пайдалы болған болса, міндетті түрде каналға тіркеліңіз, лайк басып, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.